Құрметті студенттер, құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде өте бір қызықты, жақсы бағдарлама, болашақ бағдарламасының іске асырылу жағдайындағы өзгерістер туралы осы болашақ халықаралық бағдарлама программасының президенті Қарабосова Айнұр Бағдатқызы ақпарат берейін деп жатыр. Бұл жерде біздің барлық студенттеріміз, қазіргі оқып жатқан білім алушыларымыз әрі қарай болашақ бағдарламасы туралы толықтай ақпарат ала аласыздар. Оған бөлек енді біз өзіміздің официалды Facebook парақшамызда толығымен жаңа ақпараттарды прямой связь дейді ғой, тікелей связьді іске қостық. Берілетін сұрақтар болатын болса, осы сұрақтарыңызды комментарийларға жазсаңыз болады. Әрі қарай Айнұр ханым және мен болса маған сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Енді әрі қарай енді көп сөзді ұзатпай, Айнұр ханымға сөз бергім келіп тұр. Айнұр ханым, сізге үлкен рахмет. Маңғыстау өңіріне қош келдіңіз. Онлайн виртуалды болса да, енді әрі қарай осы Маңғыстау өңіріндегі осы болашақ бағдарламасының маңыздылығы өте жоғары. Біздің университеттің өзінде де 37-ге жуық осы бағдарлама бойынша мамандар жұмыс істеп келе жатыр. Осы күнде университеттің дамуына үлкен септігін тигізіп жатыр. Сондықтан меніңше осы бағдарламаның маңыздылығы өте жоғары. Біз енді естіп жатырмыз, көптеген бір жақсы жаңалықтар енгізілген жатты, мүмкіндіктер ашылып жатқан сияқты. Соған толықтай осыған тоқталып кетсеңіз, біздер өте қуанышты боламыз. Тағы бір рет ескертейін, жаңа Facebook парақшамызда официалды түрде астына комментарий жазсаңыздар, солар бойынша толықтай осы комментарийларға сұрақтарын жазып, әрі қарай осы эфирде сізге жауап беруге тырысамыз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен жақсы естіліп тұрмын ба? Я естіліп тұрсыз, Айнұр ханым. Сәлеметсіз бе, Берік Серікбайұлы? Сәлеметсіздер ме? Құрметті Есенов университетінің оқытушы қауымы, әлеуетті түлектер. Ең алдымен президенттің болашақ халықаралық стипендиясында орын алып жатқан өзгерістерге қызығушылық білдіргендеріңізге рахмет. Бүгінгі менің презентациямда мен сол өзгерістер бойынша сіздерге толыққанды ақпарат беруге тырысамын. Өздеріңізге белгілі, жуырда ғана 6 мамырда үкіметтің қаулысымен президенттің болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу бойынша ережелерге айтарлықтай маңызды кешенді өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістерді қолға алудағы басты мақсат 27 жыл, осы жылы қарашада іске асырылуына 27 жыл толатын баламасы жоқ болашақ халықаралық стипендиясының іске асырылуын жаңа сапалы деңгейге түсіру, одан әрі ашық ете түсу, мүмкіндіктерді теңестіру және болашақтың стипендия ретінде барлық өзінің білімі мен білігіне сенімді үміткерлерге тең мүмкіндіктер сыйлайтын стипендия ретінде тағы да бір мәрте сіздерге жеткізу. Неге десеңіздер, жалпы біздің аймақтық брифингтерді белсенді ете түсуіміздің басты себебі осы Ақтаудың өзін, жалпы аймақтың өзін алсақ, сіздердің аймақтарыңыздың әлеуетін ескере отырсақ, жалпы аймақтан шыққан стипендия иегері болған азаматтардың санының, сол аймаққа және Ақтау қаласына еңбек етуге оралған түлектердің аздығы әрине аймақтың әлеуетін ескере отырып көңілге толмайды, өте төмен. Сондықтан бүгінгі біздің байланысымыздың басты себебі сіздерге осы ақпаратты беріп, өзіне сенімді азаматтың қай кезде де бәсекелестікті жарып шығатынына сендіру. Және сол үшін заңнамалық тұрғыдан барлық жағдайлар жасалып жатыр. Конкурстық іріктеу барысында біз автоматтандыруды қолға алу арқылы барлық қандай да бір ықтимал адами факторлар, коррупциогендік тәуекелдер бәрін қазір төмендету тұрғысынан кешенді жұмыстарды қолға алып жатырмыз. Сондықтан сенімділіктеріңізден ешқашан таймаңыздар және стипендияға үміттеріңізді жоғалтпаңыздар. Мен рұқсат етсеңіздер өзімнің презентациямды бастаймын. Жаңа мен атап өткендей, іріктеу ережесіне бірқатар
өзгертулер енгізілді. Соның ең маңыздысы болашақ стипендиясына үміткерлер үшін ең басты екі алғы шарт бар. Ол біріншіден таңдаған мамандықтың болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынған басымды мамандықтар тізімінде болу. Және екіншісі сол мамандық бойынша болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынған жоғары оқу орындарының тізіміне кірген жоғары оқу орнына түсу. Осы басымды мамандықтар тізімін жасақтаудағы басты өзгеріс бұған дейін жаңа ережеге дейін бұл сұраныстар барлық мүдделі еңбек нарығындағы ұйымдардан келіп, сол сұраныстар жасақталып тізім болса, ендігіде барлық ұйымдардан келген сұраныстар, қажеттіліктер, мамандықтар ретіндегі қажеттіліктер барлығы еңбек нарығындағы орта мерзімді қажеттіліктерге салыстырылып сараланып, нысанды қажеттіліктер жасақталады. Ол тізім білім және ғылым министрлігімен ендігіде жасақталады, және әр мамандық кіретін бағыттар арасында нақты сандық үйлестіру қарастырылған осы жаңа ережеге дейін. Бұл шараның қолға алынуындағы басты себеп біріншіден қазір еңбек нарығында болашақ түлектері қатарынан экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық бағыттар тарапынан туындап отырған тепе-теңсіздікті келесіде болдырмау және болашақ бағдарламасының шеңберінде осы басымды мамандыққа енген мамандық бойынша оқуға жолданатын азаматтардың елге оралғанда алған білімі тәжірибесіне сәйкес еңбек нарығында нысанды жоғары сұранысқа ие. Бұл мамандықтар тізіміне қатысты өзгеріс. Екінші өзгеріс бұл болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындарын жасақтаудағы талаптардың да біршама күшейтілуі. Бұған дейін 19, 18, 17 жылдары осы тізімге 500-ге жуық жоғары оқу орындар кіріп, және оның ішінде айтарлықтай орта, төмен рейтингтік вуздар болған, вуздар кіріп енуін ескерсек, және бұл жерде болашақтың басты мақсаты ең мықтыларды, әлемнің ең мықты жоғары оқу орнында оқыту мақсатын біз басшылыққа ала отырып, 20 жылдан бастап болашақ бағдарламасын оңтайландыру, жаңа сапалы деңгейге көшіру мақсатында осы тізімді жасақтауда да біз сапалы тұрғыдан қысқарту бойынша жұмыс жасадық. Сіздерге 20 жылдан бастап болашақ шеңберінде оқуға қай жоғары оқу орындар енді деген сұрақтарыңызға бағдар беру мақсатында мына слайдта көрсетілген 4 рейтинг, соның ішінде QS, барлықтарыңызға танымал Times Higher Education, US News Global және Academic Ranking of the World Universities IRBU, осы 4 әлемнің алдыңғы қатардағы академиялық рейтингтерінің алдыңғы 50-лігіне кірген жоғары оқу орындар және экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мүше елдеріндегі жоғары оқу орындар қатарынан мына жерде көрсетілген US News Global рейтингісіне сәйкес жаһандық 65 балдан кем емес балл алған жоғары оқу орындар қазіргі таңда мақұлдануы соңғы сатыға шыққан жоғары оқу орындар тізімінің жобасында келістірілу сатысын өтуде. Осы жуырда біз осы тізімді өзіміздің ресми веб-сайтында жариялайтын боламыз, ал басымды мамандықтар тізімі біздің ресми веб-сайтымызда үміткерге бөлімінде орналастырылған, танысуларыңызға болады. Мен атап өткен ережеге сәйкес қолға алынып жатқан адами факторлар, қандай да бір тәуекелдерді төмендету тұрғысынан алынып жатқан тағы да бір өте маңызды шара.
бұл бұған дейінгі алдыға дейін болған конкурстық іріктеу кезеңдерінің енді 20 жылдан бастап 3 кезеңге шығарылды. Бұған дейін бірінші, екінші, үшінші кезеңдер мотивациялық және ұсыным хаттарын бағалау бірінші кезең, екінші кезең мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін айқындау тестісі, үшінші кезең шет тілін айқындау тестісі болса, және бұл үш кезеңнің бәрі мемлекет қаражатынан біз бағдарлама әкімдеушісі халықаралық бағдарламалар орталығымен ұйымдастырылса, қазір 1 минут кешіріңіздер. Кешіріңіздер. Және сол бұған дейінгі бірінші, екінші, үшінші кезеңдер мемлекет қаражатынан бағдарлама әкімдеушісі халықаралық бағдарламалар орталығымен ұйымдастыратын болса, енді сол үш кезең қысқартылып, үміткерлер қысқарған мемлекеттік тілді айқындау тестісін өз бетімен ұлттық тестілеу орталығында тапсырып, тест сертификатын алу керек. Және тест сертификатына да қойылатын талап осы жылдан бастап күшейтілуде. Бұған дейін ең төмен көрсеткіш тест-тесттің А2 сертификаты болса, яғни 150 сұрақтың жартысы 75-іне дұрыс жауап беру жеткілікті болса, енді 20 жылдан бастап тест сертификатының кем дегенде Б1 көрсеткішін қамтамасыз ету керек. Бұл 150 сұрақтың 105 дұрыс жауабына сәйкес сертификат. Яғни тест-тестісіз осы бастан өздеріңіз тапсырып, сертификатын басқа талап етілген құжаттармен жинақтап, онлайн форматта тапсырасыздар деген сөз. Барлық қалған 3 кезең, іріктеу кезеңі, біріншісі бұл интеллектуалдық және эмоционалдық IQ-ді тексеретін кешенді тест. Бұл жердегі кешенді өзгерістер қолға алынуда. Бұл тест видеофиксацияланады және сұрақтары тұрғысынан да вербалды және сандық тест форматында өткізіледі. Екінші кезең бұл тәуелсіз сараптама комиссиясы мүшелерімен жеке сұхбат. Бұл сұхбатта қойылатын сұрақтар ендігіде қатаң регламенттеліп, яғни комиссия мүшелері үміткердің таңдаған мамандығы, оқуға түскен жоғары оқу орны, оқу еліне байланысты тек қана сәйкес сұрақтар қоятын болады. Жалпы тәуелсіз сараптама комиссиясына да талаптар күшейтіле түсуде. Соның ішінде құрамына бұған дейін талап 3 мүшеге дейін болса, кемінде 3 мүшеге дейін, ендігіде талап кемінде 5 мүшеге дейін. Жалпы комиссия мүшелерін іріктеудің өзінде де критерийлер талаптары күшейтіле түсуде. Сонымен қатар, осы жүргізіліп жатқан сұхбат видеофиксацияланады. Бұл ең алдымен комиссия мүшелерінің үміткердің жауаптарына қатысты объективті шешімін қабылдауын және ашықтықты қамтамасыз ету тұрғыдан қолға алынып жатқан маңызды шара. Және осы екі алдыңғы кезеңнен сәтті өткен үміткер, үшінші қорытынды кезең шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының отырысына шығарылады және осы деңгейде стипендияны тағайындамау бойынша ұжымдық шешім қабылданады. Мына жерде мен жаңа қысқаша айтып кеттім, тест туралы енді әрбір үміткер өз бетімен тапсыру керек және талап етілген барлық құжаттармен бірге тапсыру керек. Сондықтан араларыңызда мемлекеттік тіл деңгейіне айтарлықтай сенімсіз азаматтар болса, осы бастан дайындалып, бұл жердегі басты тиімділік сіздер тестті өз бетіңізбен тіркеліп, тиісті деңгейге дейін көтергеннен кейін дайындала берулеріңізге мүмкіндік жасалған. Тәуелсіз сараптама комиссиясының жалпы құрамы
күшейтілуін және оның жұмысының да қатаң регламенттелгенін мен жаңа қысқаша атап өттім. Осы брифингтер басталғалы бері өте жиі қойылатын сұрақ жас шектеуі. Жаңа ережеге сәйкес конкурсқа қатысатын үміткерлерге жас шектеуі жоқ. Осы болашақ бағдарламасының іске асырылуының ата заңы саналатын жаңа қабылданған ережеге сәйкес іске асырылып жатқан өте маңызды өзгеріс. Бұл 2008 жылдан бері болған 6-дан аса үміткерлердің квоталық санаттарының алынып тасталуы. Бұл шараның басты мақсаты барлық үміткерлердің конкурстық іріктеуге қатысудағы мүмкіндіктерін мейлінше теңдестіру. Бұған дейін 6-дан аса осындай квоталық іріктеу үміткерлер болды, өз бетімен түскендер болды, басқа да жалпы конкурс санаттары болды. Бүгінгі күнде жаңа ережеге сәйкес барлық стипендияға үміткерлер жаңа мен атап өткен басымды мамандық бойынша және болашақ шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орнына шартсыз сағат негізінде өз бетімен түскен үміткерлер ғана қатысады деген сөз. Жалғыз ғана конкурстық іріктеуде ерекше шартпен қатысатын үміткерлер санаты бұл ауылдық мекендерден қатысатын үміткерлер. Бұл үміткерлер санатына қойылатын талаптар мен және сол санат өкілі мәртебесін қалай растау керек, оны мен келесі слайдтарда айтатын боламын. 20 жылдан бастап жаңа ережеге сәйкес болашақ стипендиясы 4 оқу бағдарламасы бойынша ұсынылуда. Соның ішінде магистратура дәрежесін алу үшін, докторантура дәрежесін алу үшін, доктор дәрежесін алу үшін және медицина саласында резидентура және 4-ші оқу форматы бұл ғылыми немесе кәсіби тағылымдама. Жаңа ереже бойынша еске сақтайтын маңызды нормалардың бірі бұл бұған дейін егер стипендия егері болып мен тағы да стипендияға үміттене аламын ба деп сұраушыларға жауап келесі. Ереженің 7-ші бабына сәйкес ереже әрбір азаматқа әрбір дәрежені алу үшін бір мәрте берілетін стипендия. Яғни сіз бұған дейін бағдарлама шеңберінде кезінде бакалавриат бағдарламасымен оқып, сол алған мамандығыңыз бойынша келісім шарттық міндеттемелеріңізге сәйкес еңбек өтілін атқарып болсаңыз және бағдарлама әкімдеушісі алдында ешқандай берешектеріңіз болмаса, сіз келесі оқу дәрежесі, мысалға магистратураға тапсыра аласыз. Ал магистратураны оқып болып, қайтадан болашақ шеңберінде қайтадан магистратураға болама құжат тапсыруға деушілерге сұрақ жоқ. Әрбір дәрежеде стипендия бір мәрте беріледі. Және бұған дейін стипендия егері болғандар жаңадан жаңа дәрежеге құжат тапсыру үшін алған мамандығы бойынша еңбек өтілі бойынша келісім шарттық міндеттемелерін толық өтеп шығуы тиіс. Магистратура бойынша мына жерде нақтырақ атап өтсек, соның ішінде бұл жерде магистратура бойынша басты қызығушылық осы жерде қатысып отырған университеттің әлеуетті түлектері қатарынан болуы тиіс. Біріншіден шартсыз шақыру хаты болу керек. Тестті сіз өз бетіңізбен тапсыруыңыз керек. Бұл жерде ең маңызды атап өтетін өзгеріс. Қазір барлық үміткерлер GPA-ге қатысты талап қандай деп сұрап жатыр. GPA-ге талап жалпы 20 жылдан бастап болашақ шеңберінде қатысу үміткерлерге өз бетімен түскен талап болғандықтан GPA-ге және ағылшын тілінің сертификатын қамтамасыз ету бойынша талаптар алынып тасталды.
Сондықтан ең бастысы басымды мамандықпен тізімге кірген жоғары оқу орнына өз бетімен түскендігіңізді дәлелдеу, қамтамасыз ету. Жалпы бұл жерде болашақ бағдарламасының тізімі 20-шы жылдан бастап сапалы тұрғыдан қысқарған болғандықтан да ережені жалпы жасақтау барысында шет тіліне сертификатты талап етудің қажет жоқ екендігіне біз көз жеткіздік. Неге десеңіз, жоғары оқу орнына түскен азамат сол жоғары оқу орнының барлық академиялық талаптарына сәйкес келгендігін дәлелдеп беріп тұр деген логикамен біз осы талапты алып тастадық. GPA-ге қатысты да талап алынып тасталды. GPA-ге талап тек қана жалпы конкурс негізінде қатысатын ауылдық мекемелерден қатысатын үміткерлерге қалдырылды. Оларға GPA бойынша талап 2,67-ден төмен болмау және шет тіліне талап оларға да сақталуда. Жалпы конкурс болғандықтан ол талап IELTS баламасын алатын болсақ 6-дан 0-ден кем болмауы тиіс. Және жалғыз осы үміткерлер санатына конкурстық іріктеуді сәтті өткен жағдайда Қазақстан аймағында 6 айға дейін тілдік дайындық мүмкіндігі қарастырылған. Докторантура, резидентурада бұл жерде талап белгілі. Ең алдымен басымды мамандық тізіміне кірген мамандық бойынша және жоғары оқу орны тізіміне кірген жоғары оқу орнына өз бетімен түскендер қатыса алады. Және докторантураның әрбір докторантураға үміткер талаптарының жоғары оқу орындарына сәйкес талаптарын біліп, ол жерде екі ғылыми жетекшіні таңдау алдына жеке академиялық жоспарды жасақтау, оның бәрін докторантураға үміткерлер өздері біледі. Және докторанттарға құжат тапсырарда жаңа мен атап өткендей GPA бойынша және шет тілінің сертификаты бойынша талаптар алынып тасталған. Жас шектеу жоқ. Тағылымдама бұл жерде менің ойымша осы Есенов университетінің басым оқушыларының басым көпшілігіне қазір қызығушылық білдіреді. Бұл жерде тағылымдама ең алдымен кәсіби және ғылыми болып бөлінеді. Және басымды мамандықтар тізіміне сәйкес 4 бағытта ұсынылуда. Олар ғылыми педагогикалық қызметкерлер, денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлер, инженерлік техникалық қызметкерлер және мемлекеттік қызметкерлер. Тағылымдамаға өз бетімен қатысқан үміткер ретінде конкурстық іріктеуге жолдама алу үшін барлық талап етілген құжаттар қатарында тағылымдамаға үміткер ең алдымен басымды мамандықтар тізіміндегі тағылымдама бойынша ұсынылған 95 мамандыққа, мамандықтың біріне жоғары оқу орындар тізіміне кірген жоғары оқу орындар бойынша немесе ерекше сала болса, сол саладағы танымал халықаралық білім беру ұйымына өз бетімен түскен азаматтар қатыса алады. Ол азаматтар мысалға Есенов университетін алатын болсақ, сол Есенов университетінде кемінде 3 жыл қызмет еткен және құжатты тапсыру уақытына таңдаған бағыты бойынша 12 айға дейін қызмет еткен азаматтар тағылымдамаға үміттене алады. Бұл жерде де қабылдаушы тараптың білім беру ұйымының талаптарына сәйкес болғандықтан GPA-ге және шет тілі білімі сертификатына болашақ тарапынан конкурстық іріктеуге қатысу үшін ол талаптар алынып тасталған. Менің даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, жақсы естіліп тұрсыз. Жаңа мен атап өткен ауылдық мекендерден қатысатын үміткерлерге бұл ең алдымен ауылдық мекендерден азаматтарды көбейту тұрғысынан жасалып жатқан шара. Бұл жерде де сол мәртебені
сол санат екендігін дәлелдеу үшін бұл біріншіден жалғыз жалпы конкурс санаты. Ол санатқа қатысу үшін азаматтар сол ауылдық мекенде кемінде 3 жылға дейін тұрғандығын және 2 жылға дейін еңбек еткендігін тиісті құжаттармен дәлелдеуі тиіс, және басымды мамандықтарға тізіміне кірген мамандық бойынша құжаттарын тапсыруы керек. Конкурстық іріктеуді сәтті өткен ауылдық мекендерден үміткерлерге академиялық оқуға қажетті деңгейге дейін шет тілі білімін көтеру үшін бастапқы талап етілген 6-дан 0 IELTS сертификатының баламасын қамтамасыз ететіндерге 6 айға дейін Қазақстан аумағында тілдік дайындық курсы мүмкіндігі қарастырылған. Мен презентациямды осы соңғы слайдпен аяқтаймын. Біздің ресми веб-сайтымыз www.bolashak.gov.kz. Қазіргі сіздердің нысанды бөлімдеріңіз үміткерге бөлімі. Сол бөлімде біршама ақпарат бар және сіздерге жалпы конкурс жөнінде бағдар береді. Соның ішінде жаңа іріктеу ережесі және 20-шы жылы оқуға ұсынылған басымды мамандықтар тізімі біздің ресми веб-сайтымыздың үміткерге бөлімінде орналастырылған. Жуырда жоғары оқу орындар тізімі қабылданысымен біз ресми веб-сайтымызда орналастырып, әлеуметтік желілерде де бұл жөнінде ақпарат бөлісетін боламыз. Жалпы осы жылғы конкурс құжат қабылдау, конкурс іріктеу қашан өтеді деген сұрақтарға біздің осы жылы салыстырмалы түрде құжат қабылдау мен конкурс іріктеуді кеш бастауымыздың басты себебі ең алдымен іріктеу ережесінің өте қомақты өзгерістерді енгізуінің нәтижесінде бұл мақұлдау барысының айтарлықтай ұзақ өтуі және наурыз айынан бастап коронавирустық инфекцияның жаппай таралу салдарынан барлық үдерістердің бәсеңдеуіне байланысты жаңа ережеге қатысты енді оған қатысы бар тағы да біршама нормативтік құқықтық актілер сәйкестендіру жұмысы жүргізілуде және жуырда қалай сол жұмыс аяқталады, Білім және ғылым министрлігі біздің ресми веб-сайтымызда алдына 10 күн салып құжат қабылдау және конкурстық іріктеу мерзімін жариялайтын болады. Сондықтан біздің Фейсбуктағы Болашақ Presidential Scholarship, біздің Твиттерда да сол атаумен, Телеграмда біздің Болашақ News, Болашақ Presidential Scholarship деген сұрақ-жауап форматындағы үміткерлер және стипендия иегерлерінен тұратын үлкен топ бар. Сол жерге де тіркеліп, жаңалықтарды қарап отырсаңыздар болады. Инстаграмда да Болашақ СІП деген біздің парақшамыз бар. Жалпы барлық болашақ бағдарламасына қатысты ақпарат сол әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда біздің ресми веб-сайтымызда беріледі болады. Менің презентациям осымен аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Рахмет, Айнұр Бағдатқызы, өте бір ауқымды презентацияңызға. Біраз жақсы өзгерістер енгізілген сөзсіз. Меніңше үміткерлердің сапасын арттыруға өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Індет баршамызға да бір ықпалын тигізді. Сондықтан мен ойлаймын, тез арада приоритетті университеттердің тізімін бекітсеңіздер 2020-ға біздің әріптестеріміз барлықтары уже жіберу процесін бастайды. Меніңше болашақ бағдарламасы бойынша арнайы веб-сайттың ішінде толыққанды ақпарат бар. Сол жақтан енді біздің әріптестеріміз, студенттеріміз барлықтары толыққанды ақпарат ала бастайды деп ойлаймын. Мен өзімнен бір сұрақ бар, қанша орын бөлінген екен, жалпы республикалық бюджетте 2020 жылға 500 орын бөлінді деген біз ақпаратты ескереміз. Ол қаншалықты осы ақпарат біздің қазіргі ақпаратымыз сәйкес? Басқа бір цифр бар ма, әлде осындай ақпарат бере аласыз ба, Айнұр ханым бізге?
Кешіріңіз, маған звонок түсіп, мен сіздің сұрағыңызды естімей қалдым. Айып етпесеңіз, қайта қоясыз ба? Иә, менде сұрақ болған, 500 орын бөлінді деген бізде ақпарат жүр. Қаншалықты сол 2020 жылы қанша осы стипендиатқа орын бөлінеді дегенге? Иә, дұрыс. 20 жылы болашақ стипендиясын тағайындау бойынша шекті сан 555 стипендия. Түсінікті, рахмет. Енді әріптестеріме баршаңызға бір ақпарат ретінде айтып кетейін. Егер болашақ бағдарламасы бойынша қатысатын болсаңыздар, сіздің жұмыс орныңыз міндетті түрде сақталынады. Өзіңізге белгілі біздің университеттің ішкі ережесіне сәйкес болашақ бағдарламасы немесе ағылшын тілін жетік келген әріптестердің баршаңызға бір қосымша оклад жалақы ай сайын төленетіні туралы баршаңызға мәлім сияқты. Сондықтан кеңінен осы бір мүмкіндікті пайдаланып, әрі қарай тапсыра берсеңіздер деген үмітім бар. Бізге басқа әлі білмеймін, меніңше барлықтар енді болашақ бірнеше жыл жұмыс жасап келе жатқан кезде қосымша сұрақтар болмайды деп ойлаймын. Айнұр ханым, сізге көп рахмет уақыт бөліп қатысқаныңызға. Әрі қарай меніңше әріптестеріміз бізде адами ресурстар басқару бөлімі сізбен тікелей байланыста. Егер іштен түсіп жатқан мәліметтер болатын болса, меніңше барлық адамдар байланыс жасай алады ғой деген ойдамын. Жалпы біз қай уақытта да сіздердің тараптарыңыздан туындаған сұрақтарымызға бірден жауап беруге дайынбыз. Қосымша қазір біз күтіп отырған жоғары оқу орындарының тізімі, басқа да құжаттар шыққаннан кейін қосымша осындай байланыс қажет болса, бізге айтсаңыздар, біз қай кезде де байланысқа шығуға дайынбыз. Негізі барлық ақпарат қолжетімді. Менің электрондық адресім, салалық құрылымдардың электрондық адрестері, қала телефондарының нөмірлері барлығы байланыс деректерінде біздің веб-сайтымызда орналастырылған. Сондықтан байланыстың барлық коммуникациялық каналдардың барлығы өте дамыған. Біз ашықпыз, сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Сұрақтарыңыз болмаса, мына екі презентацияны қазақ-орыс тілінде біз сіздерге жолдай аламыз. Өздеріңіз тағы да қосымша бүгін қатыса алмаған оқытушыларға немесе студенттерге көрсетеміз десеңіздер болады. Мен сізге соны біздің баспасөз хатшысы қазақ-орыс тілдерінде жібере алады, керек болса. Иә, рахмет. Бұл бағдарламаны енді біз эфирде сақтап қоямыз. Әрі қарай қатыса алмаған адамдар болатын болса, оны қатысып бөлек тыңдай алады. Көп рахмет, құрметті студенттер, құрметті әріптестер, қатысқандарыңызға эфир бойынша. Біз енді толықтай ақпараттарды осы ішкі корпоративтік пошта арқылы өздеріңізге де жолдаймыз, екі тілде. Айнұр ханым алған мәліметтерді. Меніңше осымен эфирді аяқтайық. Рахмет, Айнұр ханым, сау саламат болыңыздар, ісіңізге сәт тілейміз. Сау болыңыздар.